Жетісу өңірінде тұмау өршіп тұр. Жыл басынан бері жіті респираторлық вирустық инфекциясы бойынша 46 мың жағдай тіркелді. Ал тұмау 78. Бүгіннен бастап тұмауға қарсы егілейік акциясы басталды. Бұған облыс әкімінің орынбасары Рустам Али мен басқарма басшылары да қатысты. Биылғы эпидемиялық маусымға 80 700 доза сатып алынды. Айтуларынша өңір халқының 12%-ын қамтиды. Жетісу облысында жыл сайын 50 мыңға жуық жіті респираторлық вирустық инфекциялар тіркеледі. Ауырғандардың басым көпшілігі 14 жасқа дейінгі балалар. Шамамен 100 мың тұрғынға шаққанда көрсеткіш 6 мың адамнан асады. Жауаптылардың айтуынша жоғарыда аталған аурулар қарашадан басталып, қаңтар-ақпан айларында шарықтау шегіне дейін жетеді. Осы ретте мамандар уағында тұмауға қарсы екпені алуға кеңес береді. Одан қорқудың еш дәнеңесі жоқ дейді. Бұл тұмауға қарсы иммундауды біз жылда қабылдаймыз. Биылғы қолданып отырған Гриппол плюс вакцинасын біз 5 жылдан астам қолданып келе жатырмыз. Осы бізді Қазақстан елімізде жақсы әсерін көрсетті. Адамда бір жылдық жақсы иммунитет қалыптасады. Тек қана тұмауға қарсы емес, басқа да ауруларға қарсы иммунитет жақсы қалыптасады. Сала мамандарының айтуынша Гриппол плюс деп аталатын ресейлік вакцина соңғы 5 жыл бойы оң нәтиже беріп келеді. Екпені алдымен жұқтыру және асқындыру қаупі бар адамдар салдыру қажет. Ол үшін өзіңіз тіркелген ауруханаға барасыз. Вакцинация тегін. Жалпы облыс көлемінде 392 бөлімшелер дайындалды. Бұдан бөлек қосымша мобильдік егу пункттері де жұмыс істейді. Мен жылда осы иммундау кезінде өзімнің денсаулығымды сақтау үшін вакцинаны үнемі алып тұрамын. Маусым кезіндегі әртүрлі аурулардан қорғайды. Мысалы, суық тиюден өзімді қорғап, тұмаудың алдын алып, денсаулығымды сақтау үшін аламын. Көмектеседі. Жақсы. Жолдасым да, ұлым да алады. Жылда аламыз. Балаларға да жақсы көмектеседі. Балам мысалы алған кезде ешқандай біз аурулармен ауырмаймыз. Жеңіл ауырсақ та жеңіл түрде өтеді. Өңір бойынша бүгінгі күнге 645 адам тұмауға қарсы екпені қабылдады. Оның 111-і 14 жасқа дейінгі балалар. Мамандар екпе алудан бас тартпауды сұрайды. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеуге шақырады. Эпид мезгілінде мүмкіндігінше қоғамдық орындар мен әлеуметтік нысандарда қорғанып жүруге кеңес береді. Сырқаттанған жағдайда дәрігерлердің көмегіне жүгінген абзал. Нұржан Қасаболатов, Жасұлан Шымкентше, Жетісу арнасы.